Бұл жер бетіндегі ең ерекше халықтардың бірі. Олар құрлықта емес, теңізде өмір сүреді. Үйлері, мешіттері, тіпті мектептеріне дейін су үстінде ағаштан тұрғызылған. Ал күнделікті өмірі қайықта өтеді. Адамдар бұл халықты теңіз көшпенділері деп атайды. Олар Индонезия, Малайзия және Филиппиннің кей аралдарын мекендейді. Бұл халықтың басты ерекшелігі су астында 15 минутқа дейін еркін жүре алады. Кейбір балықшылар ешқандай баллонсыз 60-70 метр тереңдікке сүңгиді. Олардың ағзасы соған толық бейімделген, тіпті көк бауыры жай адамдардыкінен үлкен дейді. Балалары 5-6 жасынан бастап сүңгуді үйренеді. Сол себепті өкпесі ерекше дамиды. Тіптен кішкентай балалары жүруден бұрын жүзуді үйренеді екен. Енді жүріп бастаған бала суға түсіп кетсе, паника жасамайды. Туылғаннан су үстінде, қайық үстінде өскеннен соң, олар үшін су қауіп емес, қалыпты орта. Сондықтан аяқ қолын қимылдату, демін ұстап қалу рефлексі ерте қалыптасады. Бірақ маңыздысы оларды ешқашан қараусыз қалдырмайды. Осылайша су үстінде тіршілік етіп, бала тәрбиелеп, балық аулап өмір сүреді. Құрлық олар үшін үй емес, тек уақытша тоқтайтын жер. Бұл ерекше халық баджау деп аталады. Парақшамда осындай қызықты ақпараттарды үнемі айтып отырамын. Тіркеліп алыңыз.